Қараңыздаршы, өздеріңіз білетін Amazon, Temu деген маркетплейстерді білесіздер, иә? Бұл маркетплейстер өздерінің миллиондаған тұтынушылары бар, миллиардтаған товар оборот ұйымдастырып отырған маркетплейстер, иә? Енді осы маркетплейстерді көп адамдар біледі. Осы маркетплейстер сіздерге, мысалы, мынандай жарнама жасаса, не дер едіңіздер? Тыңдаңыз. Кім-кім менің маркетплейсімнің серіктесі болып, осы маркетплейстің дисконт картасын сатып алып, белгілі бір адамдар санын жинауға көмектессе, мен ол адамға осы маркетплейстің товар оборотының таза табысынан 49% дивиденд бөліп беремін. Яғни сол 49%-тің үлескері қыламын. Сізді акционер қыламын, миллионер қыламын. Кемінде күніне $100, кемінде әрі қарай миллиондаған долларлар аласыз сол қызметіңіз үшін десе, не айтар едіңіз? Не дер едіңіз? Әрине келісер едіңіз, иә? Бірақ бұл маркетплейстер өкінішке орай олай уже айта алмайды. Неге? Өйткені оларда уже баяғыда подписка бітіп қалған. Көрдіңіз бе? Қазір сіздерге тура сондай мүмкіншілік туып тұр. СНГ елінде жаңадан маркетплейс ашылды. Лимон Мол деген. Міне, осы маркетплейсте осы жарнаманы сіздерге қазір біздер айтып жатырмыз. Біздер жеткізіп жатырмыз. Яғни бұл маркетплейсте сіз серіктес болып, акционер боласыз. Мировой товар оборотын таза табысынан 49-дың үлескері боласыз. Көрдіңіз бе? Жан-жақты табыстың көзін көре аласыз. Осындай мүмкіншілікті енді жіберіп алмаңыз. Amazon мысалы 40 жыл бұрын осындай жарнамалаған. Қазір 40 жыл, 30 жыл жасап келе жатқан Amazon Коскаларды білесіздер. Temu, Валверстерді білесіздер. Пожалуйста, ендігі біздің елде, СНГ елінде ашылып жатқан Лимон маркетплейсті жіберіп алмаңыздар.